Қайырлы таң, құрметті көрермен, таң нұрлы болсын. Елге сәлем бағдарламасы 2 сағат бойы өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышты. Бағдарлама жүргізушісі мен Наргиз Айдын. Естеріңізге сала өтейік, күнтізбеде 8 желтоқсан бүгінгі күнге арналған ауа райы болжаммен таныс болайық. Құрметті көрермен, синоптиктердің болжамы осындай екен. Айта өтейік, бүгін қаламызда кішкене ауа райы қолайсыз, көк тайғақ. Сондықтан да бір жерге асығып тұрсаңыздар, не болмаса жоспарларыңыз болса, уақытты алдын ала жоспарлаңыздар, уақытынан бұрын шығыңыздар. Белгіленген жерге асықпай уақытында жетіңіздер. Құрметті көрермен, енді осы апта берекелі, табысты, бақытқа толы болсын. Аптаны қалай бастасаң, солай өткізесің. Ендеше барлығымыздың көңіл күйімізді бір көтеріп, сергітіп алайық. Арнамызда әсем әуен бейне клип. Құрметті көрермен, қандай тамаша әуезді ән, ал біз тікелей эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала өтейік, әр күн сайын өздеріңізге бүгінгі күн несімен есте қалды, қандай елеулі оқиғалар болды, таныстыра өтеміз. Ендеше кезекте атаулы күндер айдары. Құрметті көрермен, бүгін суретші күні екен. Бұл тамаша мамандық иелерінің кәсіби мерекесі. Бұл тек кәсіби ғана емес, сонымен қатар әуесқой суретшілердің де кәсіби мейрамы болып табылады. Көпшілік үшін сурет өнері керемет хобби, көркем өнер ең ежелгі өнердің бір түрі. Ежелгі адамдар үңгірдің қабырғасына әртүрлі суреттер салып, айналасында көрген білгенін бейнелеуге тырысқан. Талантты суретшілер әрқашан құрметке лайық, ал олардың жұмысы ән, сән салтанаты жарасқан белгілі өнер туындысы. Құрметті көрермен, сонымен қатар 1992 жылы Қазақстанның инженерлік академиясы құрылған болатын, яғни бұл да тамаша бастама жас инженерге қанат бітірді деуге болады. Және бір жыл кейінірек, яғни 1993 жылы Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы заң қабылданған болатын. Құрметті көрермен, бүгінгі күн осындай айтулы күндерге, айтулы мерекелерге, кәсіби мерекелерге, сонымен қатар айтулы даталарға толы екен. Ендеше біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Кезекті қозғайтын тақырыбымыз Татар этномәдени орталығына 35 жыл деп аталады. Студияға жайғасқан құрметті меймандарымыз да бар. Қалдарыңыз қалай? Как ваше настроение? Мы очень рады видеть вас в нашем студии. Как ваше настроение? Как утро? Сәлеметсіз бе? Бәрі жақсы. Көп рахмет шақыруыңызға. Бізде бик шатпыз сізні көрерге. Вы очень частые гости нашей студии. Подскажите, пожалуйста, в этот раз какую новость принесли? У нас большое событие в нашем городе. Мы уже с завтрашнего дня начинаем празднование 35-летия нашего татарского общественного центра области Абай. И мы будем проводить ряд таких значимых мероприятий. С завтрашнего дня мы начнем круглый стол в университете Алихана Бакихана. И завершим мы возложением цветов к памятнику Абдулла Тукая, татарского поэта, и великого Абая Кунанбая. И также проведем в театре Абая большой праздничный концерт и торжественную часть награждения всех активистов с участием
симфонического оркестра области Абай, а также народных заслуженных артистов Республики Казахстан и Татарстана. Қандай тамаша. Енді тағы бір мәрте көрерменге түсінікті бола өтсінші, биыл сіздердің этномәдени бірлестіктеріңізге 35 жыл, иә? 35 жылдың ішінде қандай елеулі шаралар іске асырылды? Енді қайырлы таң дейміз барша семейліктерге, қала тұрғындарына. Шақырып отырғандарыңызға өте қуаныштымыз, рахмет. Шынымен де бізде міне үлкен мерейтой болғалы жатыр. Татар қоғамдық орталығының 35 жылдығы. Енді биылғы жыл көптеген мерейтойларға толы болды. Жылдың басынан бері қаншама шаралар өтті. Қазақстан Ассамблеясының 30 жылдығы, ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы. Бізде Татар қоғамдық орталығы сонымен қатар өзінің 35 жылдығын атап өтіп, және міне желтоқсанда Татарстанда композитор Салих Сайдашевтың 125 жылдығы сияқты бір қатар мерейтойлар аталып отыр. Енді Татар қоғамдық орталығы туралы айтатын болсақ, 1990 жылы қаланың татар белсенділері, солардың ішінде Ахмеров Ғазиз Ғайнутдинұлы, Абдулкаримов Хамид Махмутұлы және Габдуллин Нұсхатбек Бариұлы деген 3 ағаларымыз, аға буын өкілдеріміз осы татар қоғамдық орталығының құрылуына ат салысып негізін қалайды. 90 жылдың наурыз айында, 6 наурызда ол халық кеңес депутаттардың тарапынан бекітіліп, Татар облыстық Семей қаласының бірлестігі құрылады. Ал 21 наурызда қазіргі біздің облыстық драма театрда салтанатты жиын өтіп, орталықтың жарғысы қабылданады, президиум мүшелері анықталады. Сөйтіп 90 жылдан бастап Татар қоғамдық орталығы өз жұмысын бастап кетеді. Ал енді оған дейін бір қатар ансамбльдер құрылған. Ансамбльдер туралы Теленор Рамил қыз айтып өтсе дұрыс болады. 88 жылдан башлап біздің ансамбльлер барлыққа келе башлай, һәм ол түрлі юнәлішті деп айтабыз, направлениеда була. Мәсәлән, татар халық жер һәм бию ансамблі, татарский народный ансамбль песни и танцы иртыш моннары, шулай татар халық фольклор этнография ансамблі, истәлек деген, баяншылар ансамблі, илхам, һәм балалар ансамбльләре, ол көңілі балашақ деген, шаян малайлар, һәм башқа гірләуік бұршақлар деген ансамбльләр башлап китә. Менә шушы ансамбльләрдән соң, инде шушы ансамбльләргә нигезләнеп, безнең менә 90-нчы елларда, 92-нчы елда татар сәнгать мәктәбе барлыкка килә. Ул шулай бик зур дәрәҗәле вакыйга булды, һәм хәзерге вакытта без әйтә алабыз, Казахстанда бердән-бер шундый уникаль безнең оешма бар. Хәзерге вакытта да менә и сейчас очень много мероприятий городских, областных и даже республиканских проходят с участием наших татарских ансамблей. И мы стараемся не пропускать ни один национальный, ни один городской праздник, и всегда стараемся участвовать в этом. Я на вас вижу прекрасный костюм. Можете объяснить нашим зрителям, это национальный костюм, да? Бұл татар күлмәге, татар костюмы. Татар хатын кызлары киінерге бик яратканнар, очень любили играть, наряжаться. И чем краше был наряд, тем считалось, что девушка или женщина богаче в семье, из богатой семьи. Вот начнем с головы, наверное, да, это у меня колфак называется, головной убор. Колфак. Он также обычно расшивается бисером, либо вышивкой.
Также на мне жилет, но бывают разные виды. Девушки и женщины могут одевать камзол. Но у меня сейчас нету нагрудника. Здесь еще обычно бывает нагрудник, называется изю. Он считался своего рода некоторым оберегом и также украшался монетами, бисером, камнями драгоценными. И был также такой элемент одежды, хасита называется, да, это такой перевязь называется, и тоже своего рода оберег. Также на нем прикреплялась сумочка такая, там девушки и женщины носили Коран, книгу Кораницу. Вот. Дальше, что еще? Щитык. Говорить можно, да, про щитык, это обувь. Но здесь у меня как бы просто такой, да, белый простой сапожок, но татары очень любили, и вот есть такой, как сказать, вид, наверное, вышивки, называется золотой шов. То есть там, получается, куски кожи вместе друг с другом сшиваются, и получается очень красивый такой орнаментальный шедевр, можно сказать, потому что такого, ну, как бы это уникальный продукт выходит, и уникальный шов. Такого очень редко можно встретить, поэтому вот так. Ну, в принципе... У мужчин, как вы можете заметить, на голове у мадьяра это тюбетей, либо каляпуш еще называем, тоже он обычно расшивается бисером, богат на орнаменты, бывает зеленого, черного или синего цветов. Ага, как вы думаете, какие именно традиции татарского народа вызывают наибольший интерес у молодежи? Ну, мне кажется, все праздники очень интересны, очень такие зажигательные, и как бы участие молодежи непосредственно такое необходимое, потому что обычно молодежь сама является инициатором, и как бы издревле татарская молодежь всегда собиралась, допустим, если называли аулак-ий, то есть когда, например, родители уходили или в гости к другим гостям там, или родственникам, а дома оставалась только молодежь, они приглашали своих друзей, тоже молодежь, и собирались вместе, играли национальные народные игры, пели песни, частушки, так маклар называем, да, тоже чаевничали, своего рода такие посиделки устраивали. Ну, а сейчас, мне кажется, самый такой интересный это сабантуй, когда также и молодежь, и взрослые после посевных работ весной, они выходят на природу, собирают майдан, такой как бы круг, да, и как бы играют, занимаются какими-то игры спортивные, соревнования устраивают, поют также песни. Ну, вот, наверное, сами тоже были на сабантуях, потому что очень значительный праздник, такой большой праздник проводится и у нас каждый год на острове Бибитшилык. Ну, из праздников мы можем сказать еще про Коргабыткасы. Вот совсем недавно мы начали проводить этот праздник, и мы хотим показать, получается, этим восстанавливаем такие уже практически забытые татарские народные праздники. Вот Коргабыткасы, это грачиная каша называется, тоже проводится весной. Мы с детьми выходим на природу, ставим казан на костре, варим кашу, также проводим различные конкурсы, игры, песни. И в конце этой каши не только сами угощаемся, но угощаем и грачей, потому что издревле считалось, что татары раньше считали, что весна приходит на крыльях именно грачей. Грачи привносят весну, поэтому так тоже интересный праздник. Ну вот, что еще можно сказать? Сымбля, да. Это уже осенний праздник, праздник осени. Сымбля – это женское имя.
и как бы мы как бы восхваляем ее и в честь нее проводим такой как бы праздник. Также без татарских вкусностей, татарских игр и песен, конечно, не обходится. Вот такие основные праздники. Но зимой уже мы можем проводить, как вот Новый год, Жаңа жыл, но у татар называется Нардуган бейрами. Еще мы проводим зимой Каз үмәсе, то есть когда общипываем гусей, когда первые заморозки начинаются, тоже такое коллективная помощь друг другу. Но вообще татары, они очень старательный народ, они трудолюбивый народ, и всегда как бы и работу они стараются сделать тоже интересным, поэтому они вместе собираются, когда вместе друг другу помогают, все дела решаются быстро и легко, и весело. Вот. Жаңа енді өзіңіз яулақ деп айтып қалдыңыз, бұл енді қазақтың бастаңғысы сияқты, бұл үйде жаңа қыз жігіттер жиналып, ата-анасы үйде ересектер жоқ болғанда кәдімгідей сауық сайран құратын, осы сияқты екі ұлттың дәстүрінде ұқсастықтар кездесе ме? Әрине, көп кездеседі ұқсастықтар енді. Мерекелерде, мына ән дәстүрінде, жыр дәстүрінде ұқсастықтар көп кездеседі. Енді мынау бүгінгі әңгімеміздің негізі қоғамдық орталықтың 35 жылдығы болғандықтан мұны айтып өтуге болмайды. Мына біздің жаңа сұрап отырсыз ғой, дәстүрлер, ұқсастықтар бар ма дегендей. Бізде осы 35 жыл ішінде өлкетанушы, тарихшы Шауқат Файзуллин ағамыз болды. Сол кісінің бастамасымен қоғамдық орталықтың ішінде татар халқының мәдениетіне арналған музей қалыптасқан. Бүгінгі таңда ол музей Достық үйінде орналасқан. Сол музейдегі жәдігерлерге қарап, татардың осы Семей жерінде қолданған ыдыстары, киген киімдері, қолданған күй, ән аспаптарын қарауға болады. Міне соның барлығы біздің міне аталарымыздан қалған жәдігерлерді сақтап, осы қоғамдық орталық негізінде оларды дәріптеп және келесі буын ұрпаққа жеткізу бүгінгі таңда осы орталықтың басты мақсаттарының бірі. Енді жаңа мерекелер туралы айтып өттік. 1990 жылы орталық құрылғаннан кейін сол жылы Семейде тұңғыш татар халқының мәдени күндері өтеді. Мәдениетіне арналған концерттік бағдарлама. Ертіс бойында міне қазіргі жағалауда, набережный деп айтамыз ғой, міне сол жерде түрлі ойын-сауық шаралары өткен. 1991 жылы бірінші Сабантой мерекесі өткізіледі. 1998 жылы халықаралық Сабантой өткізіледі. Оған Татарстаннан қонақтар келеді және бүкіл дүние жүзі татар конгресінің өкілдері қатысады. 2013 жылғы Сабантойда бізге Ментимир Шаймиев келді. Татарстанның республикасының бірінші президенті Ментимир Шарипұлы Шаймиев келді. 21 жылда, ялғышмасам, бірінші ертіш бойы халықара Сабантой ұзды. 22 жылда. 22 жылы, Сонда кім келді бізге қонақтардан? Шулай Милли Шура рәйсі Василь Шайхразиев келді. Фарид Мұхаммедшин, республиканың рәйсінің екінші қолы деп айтабыз. Орынбасары. Премьер-министрінің. Сол кезде енді үлкен мерекелік шаралар өтті, ғылыми конференциялар ұйымдастырылды. Енді міне орталықтың 35 жылдығына да біз ертең Әлихан Бөкейхан университетінің бас ғимаратында ғылыми дөңгелек үстел өткізгелі жатырмыз. Сағат 4:30-да бастау алады. Және 10 желтоқсан күні сағат 11-де Абай театрының ғимаратында салтанатты жиын өтеді. Онда 30-да біздің башлана түрлі көргәзмәләр, выставки будут проходить с 10:30 в театре Абая. И что стоит сказать про частную коллекцию самоваров,
также ярмарку-продажу ремесленников, также выставку работ Татарской школы искусств по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. Также стоит отметить и про выставку картин известного нашего местного художника Руслана Шакабаева. Он продемонстрирует свои картины именно про Татарский край, потому что Татарский край как бы для нас вот такое особое место. Там очень много чего происходило, история, так сказать, начиналась татар, потому что татары действительно внесли большой вклад в развитие не только города, но и республики, и строительство как бы этого города тоже как бы не без татар. Үлкен үлес қосқан диаспораның бірі. Енді мына қазақ-татар байланысы жылдан жылға нығайып, ынтымағы берекелі болып артып келеді. Енді бүгінгі таңда жаңа Дилен Нұрамелқызы айтып өткендей, Семейдің татар бөлігінде екі татар ақынына арналған көше бар. Біреуі Ғабдулла Тоқай көшесі және Мұса Жәлел көшесі. Сондай-ақ 2015 жылы қателеспесем Ғабдулла Тоқайға ескерткіш орнатылды, бюст Семейде, және 2023 жылы Мұса Жәлелге арналған ескерткіш орнатылды. Ал Қазанда былтыр 2024 жылы Татарстанда Абай облысының мәдениет күндері өтті. Осы үлкен шарада облыс әкімі бар, жергілікті зиялы қауым өкілдері бар. Қазанға барып, ақын Абайдың 180 жылдығына арнап, Қазан қаласында түрлі шаралар және ескерткіш мүсінін орнатып қайттық. Енді қазіргі таңда сіздердің достық үйінде атқарып жатқан қызметтеріңіздің де орны өте зор, сол жайында тоқталып өтсек. Достық үйінде енді біздің ансамбльдер мүше, татар қоғамдық орталығы, Хак Эртышбуй татарлар һәм башкортлар ассоциациясы, Мирас татар яшьләре оешмасы бар. Менә барыбыз да бергәләп без менә инде бер айрым бер миссия дип әйтәбез инде. Шушы татар мәдәниятен, татар тарихын, татар традицияларын саклауга зур өлеш кертәбез дип уйлыйбыз. Һәм әлбәттә Казахстан белән Татарстан арасындагы элемтәләрне без бәйләп, дуслык мөнәсәбәтләрен, казах халкы, татар халкы арасындагы дуслык мөнәсәбәтләрне ныгытырга тырышабыз. Қазақстан, Татарстан арасындағы мәдени байланыстар туралы, бұл туралы мақалада жазылды. Біздің Шәкәрім ғылыми танымдық журнал бар Шәкәрім университетінде. Қазақстан және Татарстан тарихи мәдени байланыс деген бір қатар мақалалар жазылуда. Сол қазақ-татар байланыстары, жергілікті баспа мәдениеті, Қазан қаласындағы сапар, ескерткіштің ашылуы сияқты шараларды біз осы мерзімді басылымдарда да жариялап, халыққа жеткізіп отыруға тырысамыз. Жалпы өзіңіз ғылыми қызметпен де айналысасыз, көптеген тарих жағынан, болмаса осылай мақалалар жазудан, экспедицияға барудан өте құштарсыз, сол және тоқталып өттіңіз. Енді ол жайлы айтатын болсақ, енді ғылым қашанда ол тоқтамайтын ірі құбылыс. Бір жаңалықтың артынан жаңалық ашыла береді, оны зерттеп, дәлелдеу деген сияқты бір қатар жұмыстар бар. Ол жеңіл емес, ауыр жұмыстар. Енді мысалы осы қоғамдық орталыққа байланысты қылып айтатын болсақ, біздің Семейде бір қатар тарихи ғимараттар сақталған. Бүгінгі таңда сол ғимараттарда қандай тұлғалар өмір сүрген, ол үйлер кімге тиесілі болған сияқты сұрақтар зерттелуде. Мысалы біздің Семейде Рахметолла Илкебаев, Латиф Мусин, Юнус Нигматуллин сияқты тұлғалардың үйлері сақталған. Ал 20 ғасырдың басында біздің Семей Алаштың астанасы ретінде бір қатар зиялы қауымдар осы Семейдің татар бөлігіндегі үйлерде өмір сүрген білеміз. Ол Мұхтар Әуезов, Міржақып Дулатұлы, Сәбит Дөнентаев, мәннен тұрған сосын кім Қаныш Сәтбаевтың тұрған үйлері бүгінгі таңда барлығы сақталып тұр. Енді оларды зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және оны халыққа жеткізіп, дәріптеп, болашақ ұрпаққа жеткізу басты мақсат деп санаймыз.
Енді қазіргі таңда 35 жылдық мерейтой, бұл елеулі мереке, елеулі дата. Енді келесі жылға қойған жоспарларыңыз қандай? Жыл аяқталып қалды деген сияқты. Келесі ел шулай бик зор, шундай шараларға бай ел болашақ деп ойлаймыз. Чөнки ел башынан башлап инде бик күп шундай юбилей даталар болашақ. Безнең татар театрының оешуына да 120 ел болашақ. Ол аннан соң бүйік татар шагыйре Габдулла Тукайның да 140 еллыгы белгіләп үтәргә планлаштырабыз. Муса Җәлилнең герой каһарман Муса Җәлилгә дә 120 ел булачак. Шулай ук без көз көне Алла бирсә традиция буенча 27нче халыкара татар сәнгате фестивале көзге иртышманнары дип аталган фестивальне үткәрәбез һәм аны шулай ук безнең шушы бөек шәхесләргә багышлыйбыз һәм шушы фестивальнең директоры татар сәнгать мәктәбенә нигез салган Габделхак ага Ахунҗановның 75 еллыгында Алла бирсә билгеләп үтәргә ниятлибез. Менә шундый безнең чаралар, жоспарлар бар. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет айтамыз. Енді біздің облысымыздың көрермендеріне, жалпы бізді тамашалап отырған көрерменге айтар жылы лебіздеріңіз, тілектеріңіз болса мархабат, тіпті қазақша, татарша, орысша айтам десеңіздер де. Тілектер. Мен бик шат тагын бер кат сезнең безне чакыруыгыз өчен. Без барлык тамашачыларны да иртәгә башланачак һәм шәмбе көнне булачак, среда көнне булачак чараларга көтеп калабыз. Тагын бер кат искәртеп үтәм. Димәк, иртәгә сәгать 4-тә башлана безнең түгәрәк өстәл, татар халкының өлеше турында инде бу тарихка, мәдәнияткә салган өлешләре турында, семей татарлары турында. Среда көнне инде исә без 10-30-дан башлап 11-дә шулай зур концертка чакырабыз. Анда безнең әйткәнемчә инде симфоник оркестрда була, татар халык ансамбльләре дә чыгыш ясаячак һәм безнең Казаннан килгән кунаклар да әлбәттә анда сезне таң калдырачак дип әйтәбез. Айдар мырза. Көп рахмет. Инде менә осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығында бірлігіміз, берекеміз, ынтымағымыз жалғаса берсін дегім келеді. Халқымыз татулықта өмір сүрсін, баршамызға берекелі ғұмыр тілеймін. Және жаңа Дилен Нұраменқызы айтып өткенде ертең басталатын мерекелік шараларға барша қадірлі көрермендерімізді, Семей қаласының тұрғындары мен қонақтарын аталған шараларға шақырамыз. Шынымен де тағы бір мәрте мерейтойларыңыз құтты болсын, 50 жылдықты, 40 жылдықты жасауға нәсіп етсін, қатарыңыз жастармен толыға берсін. Көп рахмет. Құрметті көрермен, осындай тамаша